тағдырыңның қандай сый дайындап тұрғанын қайдан білесің? Отбасымызда 3 қыз, 1 ұлмыз. Ата-анам шаңырақ құрғаннан кейін қатарынан 3 қыз дүниеге келеді. Ол кезде заман сондай ма? Әлде адамдардың түсінігі таяздау ма? Әкем марқұм қыз тудың деп мамамызды боқтап отыратын. Үйдің үлкені болғасын ерте сейдім. Анам жылағанда ішімнен егіліп отырушы едім. 3-ші сіңлімді босанғанда әкеміз перзентханадан шығарып алуға бармай қойған. Сонда бала болсам да көршідегі атаға жылап барып, мамамды машинаңызбен әкеліңізші деп жалынғаным есімде. Ағайын атамыз балаға тойынып қалдың ба? Түс алды ма? Деп әкемді түйреп алдына салып, анамды көлігімен әкеп берген еді. 4-ші перзентін 4 жылдан кейін көтерді. Онда да тағы қыз болып қалса не істеймін деп көрші жеңгеге жылап айтып беретін. Жылайтындай жөні бар. Себебі әкеміз бізді адам құрлы көрмеді. Bir жолы сіңілім сүтке нан турап ішіп отырып төгіп қойды. Сонда әкем төгілген нанды уысына салып, сіңілімнің басына жағып тастаған еді. Мені жұмсағанда да еш шешеңді деп боқтап шақыратын. Мама, папамды тастап кетіп қалайықшы деп жылаған бір жолы. Қайда барамыз қызым? Нағашыларының да жағдайы мәз емес қой деп мамам шерін тарқатып еді. Мамамыздың босанатын күні жақындаған сайын 2 сіңілімді жаныма отырғызып қойып, қолдарыңды жайып, Құдайдан үні тілеңдер деуші едім. Үйге ол келсе, мамыражай заман орнайтындай қатты күттік. Шынында да Құдай тілеуімізді берді. Мамам ұлды боп, әкем думандатып, үйімізде ерекше бір жылулық орнады. Әкем мен мамамның інімізге деген мейірімі, махаббаты ерекше болды. Аузынан шыққан затты әперетін, жоқ дегенді естімей өсті. Әлі есімде, бір жолы палау салынған легенге ініп сыйып жіберді. 3-4 жасар бала ғой. 3 қыз әкемізден қаймығып қалған әдетпен тамақты ертерек жеп алғанбыз. Бірлеген палау әкем мен мамама қалған тамақ еді. Сідік болған жерін алып тастап, баламыздың зәрі де дәрі біз үшін деп екеуі жеп алған тұғын. Сөйткен ініміз бұзық болып өсті. Мектеп кезінен қағынды. Темекі тартатын. Отырыстарға барып өзіне жас үлкен балалармен араласып, арақ шарапқа әуес болды. Бертін келе ақшаға карт ойнайтынды шығарды. Әкемнен сәл аяқ тартатын, ал мамамды адам құрлы көрмеді. Сендерге аналық махаббатымды толық бере алмағаным үшін кешіріңдер. Алла бақтарыңды ашсын деп, мамамыз туған күндерімізде жылап батасын беретін. Сол кісінің дұғасымен 3 қыз грантқа оқуға түсіп, жақсы жерге тұрмысқа шықтық. Кіші сіңілім бөпелі болғанда мамамыз өмірден өтті. Жалғыз баламның тойын көре алмадым деп арманда кетті. Қайтыс болардан алдын әкелеріне суық қарамаңдар. Ол түсінбесе, сендер түсініп кешіре салыңдар деп аманаттаған еді. Жүрегі бірдеңені сезген екен. Інім Астанаға барып, жұмыс істеймін деп кеткен күйі оралмады. Өзінен жасы үлкен бір әйелдің қолына кіріп алған. Онысы бір қыз туып берген. Сенің ауылыңа барып тұрмаймын депті. Содан әкеміз жалғыз қалды. Амалсыздан 3 қыз апта сайын барып, кірін жуып, тамағын істеп, монша жағып беріп қарадық. Ініңе хабарлас, елге қайтсын. Болмаса, мені қарттар үйіне тапсырыңдар. Сендерге масыл болмайын, деді әкем бір күні. Інімнің келмейтіні айдан анық. Өздерің баға беріңдер, сендерге де әке ғой, деп айтып қойған. Қарттар үйіне өткізе салсам ба деп көп ойландым. Түн баласы езіліп, жылап алатынмын. Әкемнің 3 қызына адам ретінде қарамаған кесі есіме түсіп, менің де оны далаға қалдырғым келген кездер болды.
несін жасырайын. Бірақ дәтім жетпеді. Жасай алмадым. Анамның аманаты есіме түсті. Күйеуіммен ақылдасып, әкемді қолыма алдым. 6 жыл менімен бірге өмір сүрді. Ет асып, көже істеп берген күндері кемсеңдеп жылайтын. Сөйлесуге ұялатын. 2 сіңілім бала шағасымен келіп көйлегін, шалбарын әкеп кигізгенде қыстығып, көзіне жас толып қалатын. Үшеуміз оған бар мейірім махаббатымызды бердік. Әкемнің жаназасына інім келіп үлгермеді. Топырақ салуға жарамады. Әкем ұялған күйі бізден қайта-қайта кешірім сұрай өмірден өтті. Шешеңнің деп боқтаған күндеріне өкінген шығар. Тағдырыңның қандай сый дайындап тұрғанын қайдан білесің? Біздің оқиға бүкіл ауылға ағайын туысқа аңыз болды. Пәленше кезінде сөйтіп еді деп әлі күнге дейін айтады.